Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен үлпілдек, жұмсақ үйдегі бар заттардан дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай ауызда еритін мақтадек үлпілдек болып шығады. Бұны бір жасағаннан бірден ұқсайтын пирогтардың рецепті. Видеомызды бастамас бұрын, егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. 2 жұмыртқамызды саламыз. Осындай шай кесемен барлығын өлшеп салатын боламыз. 2 шай кесе шекер мен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Сосын 2 кесе айран қосамыз. Айранды да жақсылап араластырып аламыз да. Енді осы кесенің мөлшерімен 1,5 кесе пісте май қосамыз. Бір араластырып жүрген соң осындай шай қасығымыздың үлкендеуіне 1 шай қасық ас содамызды алып, оған кішкене үксіз салып, жақсылап араластырып жеріп қосатын боламыз. Қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Ең маңызды сәт ұн қосамыз. Ұнды бірден салып жерге болмайды. 2-3 қасықтан біртіндеп салып отырып араластырып отырамыз. Мен осы рецепт бойынша қасықпен өлшеген кезде бір 9-10 қасық ұн қажет болды. Қазір қандай қоспа болу керектігін көрсетемін. Ең соңында қандай қоюлықта болу керектігін. Осылай 2-2 қасықтан салып отырып ерінбей араластырыңыздар. Мінеке, осындай болып шығу керек. Торттарға жасаймыз ғой заварной крем. Заварной кремнің осындай қоюлығы сияқты, осындай қоюлықта болу қажет. Пісіретін листімізді жан-жағын жақсылап майлап алуды ұмытпаңыздар. Мен бағана бетін әрлеу үшін 1 кеседей осындай алып қалдым. Енді осыған мен 1 ас қасықтай какао қосып, жақсылап араластырып, бетін әрлеп шығамын. Әрине, бұл міндетті емес. Ешқандай әрлемей-ақ пісірсеңіздер де өзі алтын түсті болып, әдемі болып шығады. Өздеріңіз қалағандай етіп әдемілеп, кесіп, кез келген қонақтың алдына ұялмай қоятын дәмді тәтті пирогтардың бірі. Не дайын, енді осыны 200 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Не біздің пирогымыз дайын. Өзі піскен кезде байқалады, иісі шығып, керемет дәмді, ауызда еритін осындай үлпілдек пирог болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал бізге ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.